Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен Каусар. Бүгін сіздермен пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Қазір білесіздер, ауа райы салқын және иммунитет түсетін уақыт. Денсаулыққа қарамасақ, аурудың алдын алмасақ, біз ешкімге керексіз болып қаламыз. Бүгінгі тақырып та сол денсаулыққа байланысты болмақ, яғни қазақтың нағыз керек дәрумені саумал. Саумал бұл биенің балғын сүті, бұл жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілу кезінде ас қорыту процесіне қатысатын, мысалы асқазан, ұйқы безі, бауыр, ішек органдарына үлкен жүктеме жасамайды. Сол себептен дененің қалыпқа келу процесін жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ ол қан айналымын жақсартады және ер адамның потенциясын күшейтеді. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді, ал құрамында С дәруменінің мөлшері сиырдың сүтінен 7 есе жоғары. Саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасы ауруын емдеуге жақсы көмектеседі. Жалпы саумалмен емделу жолдарын айта кетсек, тәулігіне 1 литр саумал ішсеңіз, ағзаңыз жоғары сіңімді ақуыздармен, амин қышқылдарымен, оңай қорытылатын майлармен, дәрумендермен және минералды элементтермен қамтамасыз етіледі. Емделу уақыты 1 ай, бірақ толық пайда алу үшін кейбір ережелерді сақтау керек. Мысалға, ол өзінің негізгі пайдалы қасиеттерін сауылғаннан кейін 3 сағат ішінде жоғалтады. Алайда саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Ол барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді сақтайды. Оны күніне 4-5 рет тамақтану алдында 20-30 минут бұрын 250 мг-нан ішкен дұрыс. 1 аптадан кейін адамның көңілі көтеріліп, ұйқысы жақсарып және тәбеті ашылатын болады. Сонымен саумалдың адам ағзасына деген пайдасын түсінген боларсыздар деген үміттемін. Пайдалы ақпарат ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.